Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Қайныма әмінгерлік жолмен тұрмысқа шыққым келеді. Сәлем, жамағат. Сіздерге хат жазғым келмеді. Көп толғандым. Жезқазғанда тұрамын. 94-ші жылмын, туғанмын. Жасым 27-де. Күйеуім отасқаннан кейін 8 айдан соң жүрек талмасынан қайтты. Жолдасымды ұнаттым. Қыз жігіт болып 3,5 жыл жүрдік. Күйеуім саламат Азамат есімді 2 ағайынды жігіт болған. Қайнымды келін болып түскелі көрмедім. Себебі Азамат Англияда білім тауысып жақында келді. Ағасын шығарып салуға да оқу деп келе алмаған. Сол күйеуім былтырғы жылы маусымда қайтты. Аяғым ауыр болып қалдым. Қайным елге қыркүйек айында келді. Қазір бөлем бар. Ата-енем қайныма әмінгерлік жолмен қосыл дегенді айтып жүріп, қайным ылғи бұл тақырыптан қашады. Мен қайныма ғашық болып қалған сияқтымын. Қайнымды көрсем, белгісіз себептен қобалжып кетемін. Жаныма жақын келсе бір түрлі тәтті сезім бойымды балқайтындай болады. Телефонмен біреумен тілдессе, кіммен сөйлеседі деп алаңдайтын болыппын. Бойымда қызғаныш ба сияқты. Бірақ сонау ел көріп келген адам қазақтың ата салтына миығын күліп қарайтын тәрізді. Мен тіпті көзінде ілмеді. Үйде отырып қалған балалы әйелді қайтсын. Тек қана ағасына өрбіген бауыры үшін ғана бұл қадамға бармаса. Мені 21 сұрақ мазалайды. Ол өз жеңгесін өзіне жар ете ме? Жоқ. Өз сүйген қызы бар ма? Сүймей қосылғанымен ертең далада қызық іздейтін анық қой. Біреулердің айтуынша Англияда қызы бар екен. Мен қызымен 2-ші рет өз бақытымды таба алам ба? Өз жұртынан қызымды алшақтатып, өгей жұртқа қыз өтем ба? 2-ші рет тұрмыс құрсақ, оған 2-ші ерім өз қызындай қарай ма? Әйел табиғатымен қанша уақыт алысамын. Міне, құрметті оқырмандар, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.